Армысың құрметті оқырман, халық қазынасы айдары. Зере, сәукеленің астына келетін үшкіл пошымды жақпен жақтамасы бар бас киім. Зере сөзінің мағынасы белгілі бір заттың астына қойылатын зат, тұғыр деген мағынаны білдіреді. Дәстүрлі қазақы ортада зере ғұрыптық бас киімдерге тән құлақ тәрізді элементтер кездеседі. Тіпті тамақ астына байланатын бауларды болады. Орталық музей қорында конус пішінді қызыл барқытпен тысталған зере сақтаулы. Жоғарғы жағы тік, төменгі бөлігі көлденеңнен жиі сырылып, қатайтылған. Желке тұсына үшбұрыш пішінді артқы құлақ салынған. Ол сары түсті мақта матамен жиектеліп, қызғылт матамен астарланған. Екі жақ самайлығына барқыттан тігіліп, зертаспамен көмкерілген екі жақтама салбырата тігілген. Оның оң жағындағысының бетіне ақық пен пируза орнатылған. 300 пластина тағылған. Екі жағына гүл беделі матадан ызылған жіңішке құлақбау тағылған. Милығының маңдай тұсы құндыз терісімен жырындалған. Жалпы биіктігі 30 см, милық шеңбері 52 см, желкелік ұзындығы 32 см, құлақшын ұзындығы 34 см. Құрметті оқырман, біздің ұранымыз тарихты тану, ол өзіңді тану. Біздің мақсатымыз халқымыздың тарихи мәдени мұрасын ел ішінде насихаттау. Еңбегіңізді бағалап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз.